Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қысқа арналған шиеден компот жасаймыз. Ең алдымен банкілерімізді жақсылап жуып, 10 минут көлемінде стерильдеп аламыз. Мен осылай мантоваркада стерильдедім және крышкаларында қатты қайнап тұрған сумен осылай шайып алатын боламыз. Және де шиелерімізді де салқын сумен 2 қайтара жуып дайындап аламыз. Міне осы шиелерімізді енді 2 литрлік банкілерге өлшеп саламыз. Көз мөлшермен салсаңыздар да болады. 400-450 грамм көлемінде саласыздар. Міне барлығына осылай салып дайындап алдым. Енді осының үстінен қайнап тұрған ыстық суды құйып, крышкасын жауып, 20 минут көлемінде қалдырамыз. Жиырма минут өткеннен кейін банкымыздың үстіне осындай арнайы крышканы кигізіп, суларын төгіп аламыз. Барлық банкілеріміздің суын осылай барлығын төгіп алғаннан кейін осы суды қайтадан қайнатамыз. Банкілеріміздің суын төгіп алғаннан кейін мен осындай кружкамен қатты толтырмай қант салатын боламын. Өлшеп алдым, 250 граммнан қосатын боламын. 200 грамм қоссаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Мен 250 грамм қосамын. Енді барлық банкілерімізге жаңа қайттан қайнатып алған суымызды құйып шығамыз. Толтырып тұрып құямыз да бірден крышкасын жабамыз. Енді банкілерімізді осында арнайы банкі жапқышпен жауып аламыз. Жауып алғаннан кейін міндетті түрде осылай видеода көрсетілгенде қолмен тексеріп шығасыздар. Және де қанты еру үшін осылай кішкене ары-бері қимылдатып төңкеріп қойыңыздар. Осылай барлығын төңкеріп қойып аласыздар да үстінен қалың одеялмен жауып, бір күнге қалдырып қоясыздар. Осымен біздің шиеден компотымыз дайын. Сіздерге видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақбота. Назарларыңызға рахмет.